Рахмет. Келесі жұбымыз оқушымен ақынның айтысы. Осы мектептің түлегі Төлеген Мирас 11 сынып оқушысы. Және де айтыстың әзіл болар кейбір жағы, оған сай болса егер пиғыл жағы, сахнаға шақырайық ал ендеше жас ақын Әбілқайыр Беймырзаны. Бұл енді Беймырза деген ақын жігіт студенттердің айтысынан, оқушылардың айтысынан талай мәрте жүлде алып жүргендігіне куә болдық. Шабытқа шабыт қосып, қошемет етіңіздер. Үлкен айтыс күтеміз. Шабайын күшімді аңғар бейбарыс бабамсынды Мысырдан дәл. Маған қатты сенімін артар екен, айтысат деп қатарға ұсынғандар. Жақында айтыс болады дегенді естіп, бөрігін аспан қатып ұшырғандар. Азат елде арқасын кеңге салған ассалаумағалейкум, ай мұсылмандар, мұсылмандар. Ессіз сөз ел алдында еленеді, кітаптай сақталынған сөредегі. Бірінші сәуір күні хабарласып, арман брат айтысқа шық деген еді. Жарайды шығамыз ғой дедім, бірақ айтысар бір сұлу қыз керек еді. Қатты қуанып кетіп едім, қызға деген көңілім бөлек еді. Беймырзаны білсеңдер, баяғыдан қыздармен айтысуға шебереді. Бүгін келсем бір бала отыр екен, өнерді көрсетем деп өнегелі. Арман брат қыз жібегін қайда кетті, дайындалып келген еді төлегені. Жарайды бұл бауырмен тартысайын, бұл жігіт басқалардан ерек еді. Қыз қырқынды не қылам, қасымда отқан бүгінгі қарсыласын терек еді. Бірақ та көңілімде бір сұрақ бар, қыздармен салмайсыңдар неге мені? Қызбен де жігітпен де тартыстырған қазақтың жасай берсін, ай төленеді. Жаратқан таңдай өлең дарытқанда, Беймырза сөз сөйлеуден жалыққан ба? Құдайға шүкір деймін, биыл тағы иншалла келіп тұрмыз жарықтанға. Көрермен шапалақты аямаса, шығармыз шыңға қарай шабыт барда. Бауырым амандысың қалың қалай, бүгін құсың биікке шарықтарма. Мені қойшы доданы көріп жүрмін, сен менің деңгейімнен қалып қалма. Мирасжан мына мені аяғымнан бауырым деп отқанда шалып қалма. Әзілдеп айтқанымды көтер алмай, түйіп ап жұдырықпен салып қалма. Бастысы маған жауап беремін деп ескертем, өзіңе көп алып қалма. Қасында Беймырзаның болмадың ғой, әкесін талайлардың таныққанда. Ал енді жыр доданы қыздырайық, тек қана түсу қылсын бағытталла. Айыстай ол өнерім өлмейді ғой, қазақтай жер бетінде, халық барда. Сенің басың қалсын, үндемей келу керек шақырғасын. Қазіргі жігіттерге не боп кеткен, шеттерінен қыз санап жарысатын. Алайда бұл жастықтың белгісі ғой, жүрегіңде сезім оты лаулап жансın. Арман ағай, сіз де шіркін қой екенсіз, ең больной месісіне басып қапсın.
Қанша жерден красавчик болғаныңмен, қай жеріңе қызығып қызғарасың? Агуда оқитын журналистсің. Айтыскерсің үлкен үміт күткен халқың. Группаңда 29 бала, ай білмеймін сен ағып сор болып жүрсің. 20 қыздың біреуі де бұйырмаса, игі. Ассалаумағалейкум айқаяқоу қазақ елі. Айтыс шіркін бабамның мұрасы еді, ал мен болсам сол асылдың мұрагері. Айтыстың шымылдығын алғаш ашты, елбасымның зияткерлік бұл мектебі. Құлақтан кіріп қойды лакын бұл айтысты, қазақ елім бұрыннан сүйіп келді. Бүгінгі думаныңмен құттықтаймын, өткенін құрметтеген озық елді айқаяқоу. Ал бісміллә сөзімді мен бастайын, нұрға толы ақ сандықтай ашылайын. Алдаспан қылыш еді менің тілім, сөздеріммен ақ жебедей атылайын. Бүгінгі айтыс тойға келген жандар шапалақ ұрса қалай басылайын. Қосқылап мың теңемен амандаспай, Беймырзаны жеңуге асығайын айқаяқоу. Ассалаумағалейкум ақын аға, тіліңнен бал тамдырдың ғой осы жаңа. Ақын менен айтысу қиын екен, алайда қорықты деп ойлап қалма. Мен үшін сен азулы арыстансың, ал мен болсам бөлтірік күшік қана. Бұл арыстан өзі бір арыссыз екен, шамасы тек күшікке жетіп тұрса. Күшқаннан қорқып сасқан алып білдей, бөлтіріктен ұтылып жер боп қалмай айқаяқоу. Шығатұғын өлең осы, бұл жігіттің қозған ау делебесі. Мен бұны жай бала деп ойлап жүрсем, жер астынан жік шықты деген осы. Кей қыздар сүйемін деп бағалайды, біреулер өздерінше қарамайды. Қыздарға сүйемін деп айта алмаймын, негоден қос құлағым жарамайды. Отырғаным жарамас арындамай, шабыт берсең шабармын дамылдамай. Шалқарбайды шығарған қызыл қоға, ауданы білсеңіздер дарынға бай. Өзімде сол ауданның түлек едім, халықтан мана мен отырсың болып бауыр ерекше адам, әлі де дайындалу керек саған. Мұна өзі арсыздау арыстан деп, ойларға бұрылмасын бөлек санаң. Беймырзаға тіліңді түйрей берсең, ешкімде бере алмайды көмек саған. Абайдың сөзіменен айтар болсақ, боқ көтерген боққа емес бадама, емес бадама. Кеп жетсе ел алдында сыналар күн, Алла деп тұтатамыз жыралауын. Ағайын айтыс дейтін өнеріңнің бала кезден есігін сығаладым. Мені де бұл айтыста қосқан екен, білгендей жүрегімнен жырағарын.
Универде биылғы студентім. Осы отырған қауымға бұда мәлім. Бұйырса мен журналист болмақшы едім, мақала мәтін болып құрағаным. Биыл ғана студент атандым ғой, алда мен айдаспанға шығарамын. Рубешка дейтұғын нәрселердің әйтеуір тауып жүрмен бір амалын. Бастысы универде ордамызда студент екеніме қуанамын. Мінезің жақсы екен ау, есірмейсің. Ауылдың жайма шуақ кешіндейсің. Қатысып түрлі додаларға неге сен мерейіңді өсірмейсің. Шабытың бар кезінде арындап қал, әйтпесе үміт отын кешірлейсің. Екеуміз күнді айтысып жатқан жоқпын, сондықтан кезек бердім. Көсілгейсің, көсілгейсің. Сендей ақын болмадым әттең деген. Арман ағам жаңа ғана тиісіп еді, қайната алған шығар сын тергеуге. Қайын жұртың мінекей осы болады. Аттелетіп келіпсің бұл мерекеге. Айдай сұлу апамды алып отсың, сыйлық кәде қайда қайын інілерге. Отыр мінекей, отырайын әзілдей, өзге осы ғаламда жезде жоқ қой өзіңдей. Қарны ашып қалмасын, шай құйыңдар қанекей, шұбат бауырсақ беріңдер, шұбыртпасын сілегей. Қайрен, жезден бүгін төреші, жігіттің ең төресі, айтыстың ол арланы, көпті көрген тарланы. Айнұр апам сақ болшы, ол қыздардың арманы. Қайлайлым, қайлайлым. О, Беймірза! Кришамның кім екенін сен көрдің ба? Қанша жерден арыстан болғаныңмен, қандай қайрат көрсетесің бұл арланға? Өлтірікпен шабысып жатырсың сен, алайда оңай жеңем деп ойлама. Айтыстың патшасына қарсы келсең, ол оңай жұтат сені шайнамайда. Мәңгілік ел өткеніңнен айқай-ақау сыр шертейін. Тарихың неткен терең сенің қазақ. Атырабың жер жанаты болған менен басыңнан кешіргенің ол бір азап. 15-ші ғасырдың ортасында Керей Жәнібек құрып еді ханды ғазап. Қанды көріп құтырған аш қасқырдай жеріңе қызықты ғой Қытай қалмақ. Көкбөрінің қайсарлы ұрпақтарын жаулап алу қолдарынан келмеді бірақ. Найзасына жерді жау баспасын деп, үкі дағып қорғаған қайсар қазақ айқай-ақау. Ағайын рахмет айтам сіздерге, шығардыңдар рақымдарды төріңе. Беймірзаға рахмет айтам сіздерге, маған айтқан бақыт бата тілге. Ал ендеше тамам болсын айтысым, қосу болды ағам менен тартысым. Мейлі жеңген жеңілейін бәрібір, қау бұзуға жетер менің қайғышым. Шәкеңде мықты сыра ақын еді. Жырларында маржан мен барқыт тұрар. Халықта секіргенін көрген кезде пайпайлап сырттарынан балқып тұрар. Ау
Таушаке танымайтын балдызыңнан өзіңнің жерлесіңіз, ей артықшылар. Ей айтыстың келіп қалдық алаңына, қарсылас боп қалыпты баламына. Мирасжан, мен өзіңе ақ жол тілейм, айтыстың қадам басқан. Ей алаңым ауланым, алаңым ауланым. Ұлдарың аман болсыншы, қазақта елдің бағышын. Қыздарың аман болсыншы, қазақта елдің бағышын. Мирасжан, сен де аман бол, арыстан бауыр арысың. Өзіңде мәңгі күресем, ей қазақта елдің қамшын. Амандық берсін Алладан, ай тілегім осы тай үшін. Бәрекелді, рахмет. Қос ақынның өнеріне қосылып жіберіңіздер, қошеметтеріңіз. Бәрекелді, керемет, тамаша айтыс болып келе есептеп жатырмыз. Өте тамаша, қызықты айтысымыз енді қызып жатқан секілді. Енді қадірлі ағайын, төрімізге қазір бұл енді соңғы жұп, 7-ші жұбымыз. Ерекшелікке толы айтыс болайын деп тұр бұйырса. Мынау енді кезінде Құлманбет деген айтыс болған, өздеріңіз білесіздер. 4-5 ақын шығып, 6 ақын шығып, айтатын ойын ашық айтып, бір-бірімен қақтығып, суырып салып айтса беретін. Енді соның бір өшпес ізі жаңғыртып жатқан. Енді сіздер үш ақынның өнерін тамашалайтын боласыздар. Ендеше оқушы, мұғалім, ата-ана. Жаңабай Нұрсұлтан, 7-ші сынып оқушысы. Төлешова Айтолқын, тарих пәнінің мұғалімі. Хамидулина Алия, ата-ана. Қосылып қошеметтеп қойыңыздар. Қырандай бүгін көкке ұшатын күн, құшаққа төленерді құшатын күн. Екі ақын емес енді отырыңдар, өнерін тамашалап үш ақынның. Айтсым ардақ тұтар арда өнер, арманда көргендер де көрмегендер. Ассалаумағалейкум алашым деп алайын амандасып елгеменде. Армысын астанадай мұнайлы өлкем, құшағын ашық бекен мен дегенде. Ел көрмеген айтыста біз бастайық, көктемнің мерекесі төрлегенде. Шабыттанып қанекей айтсайық, қалатындай бұл айтыс елесінде. Жолықты ойымыз бәріміздің, жанымыз бір айтыстың кемесінде. Мәрт қазақтың көңілінің кендігі, мәңгілік ел мақсатымыз ендігі. Бұлай біздің жүруіміз деп білемін, Ербол Ләззат қайраттардың еңбегі. Өткен күндер тарих болып алыстайды, өркениеттен еліміз еш қалыспайды. Өрлігі мен ерлігін қатар ұстап, қазақ елі қаймықпай қарыштайды. Тәуелсіздік, бостандық мақтанышым, жөнсілдеп болашаққа басқан ісім. Шерек ғасыр өткенде Астананы асқақтатты елбасым бас қаланы.
Елдігім еркіндіктен басталады, жырланбақ азат елдің асқағаны. Зияткер ұлғызын өзбөгін мене жыр додасын сондықтан бастағаны. Ұстазбенде анаменде мейлі шықсын, дұрыс болар олының қашпағаны. Ергелі бик апама кетсем қайтет, жеңісті өздерінен сұрап алып. Өтінгенім дұрыс па не дейсіздер, алдарына тізерлеп тұра қалып. Өйтіп-бүйтіп жеңісті кетсем алып, сөз қылып жүрмейсіз бе кейін барып. Бұл Нұрсұлтан жеңісті сұрап алып деп, аяққа жығылғанша дейін барып. Бұл сөзімде астар бар сараланыз, ойын сөзіп қалжыңға санаманыз. Не істерін білмей отыр ерге ол деп, нұрлынды құрылға санаманыз. Айналайын балапан, сап-сары боп қараған, екі апасына еркелеп, жеңісті алам деп сынаған. Армысыз ардақты ағайын, сәлемді бермен алайын, жыр додасында бүгінгі қолды сіздерден алайын. Жауабын қарымды, айтайын өзімнің жайымды, ұстазың әйтем жалықпай, оқытып зияткер дарымды. Құтты болсын мереке, еліміздің шығып береке, тәуелсіздік астана елбасымыз қазағымның тарихымен жыр етер. Еліміздің ақтаса, керемет жәдібек тарихын ұрпағы есінде сақтаса. Тіктеп берді елімнің, еңсесін алға елбасын, биік болсын мәңгіліге тәуелсіз елдің тұғыры. Баласы бол, бүгін біз еңіздік боламыз. Бүгін маған оңайма, қарсыласым ақты солайма, бірі болса Нұрсұлтан ей, бірі батыр Әлия. Белімді буып келген соң, қысыла шықтым ортаңа, сіңліме уәде берген соң. Қызыл тіл түбі шұрайлы, сөзімді кімдер сынайды. Айтысқа шығып көрмемем, айтыстың өзі ұнайды. Арадан қалған шына асыл, толғау 90 қызыл тіл. Елбасы ашқан мектепте ерекше күн ғой бүгін бұл. Тектілер туған даланың құндылықтарын дәріптеп, ортаға бүгін жиықсын дарындыларды алып. Сендерден шықсын ай нұрдай, айтыстың аппақ аққуы. Бегарыспенен Ринаттай, ақындар шықсын оқ тілді. Қоғамның солар ертеңі, түзу боп тұрса желкені. Елбасы сенсе жастарға, елбасына ел сенді.
Барша көрермен, көрсем де өрнек өлеңнен, аузыма Алла сөз салса, оймар жанын тереммен. Бағала қолда барыңды, жастықта мәңгі жалында, сөзімді енді бұрайын, жастарға отырған жанымда. Ақыры міне жайғастық, шәкірт ұстаз атана, шаппай бәйге алам деп, отырма мына жас бала. Қыздырып сөздің көрігін, байқасын әркім шамасын, жағалассаң үлкенмен жолда қалып қоярсың. Бала деген ер жетіп өспейді ме? Өсе келе көкейді теспейді ме? Сап ағаштан жасалған айбалтада қайта келіп ағашты кеспейді ме? Мақсатым бар жеңілу емес, бірақ кімнің әлі жеңері бізге сұрақ. Елбасының есімін арқалаған ұлыңыздың абыройы биік тұрады, әкелерім. Астана бас қаламыз арман қала, жұлдызы барған сайын жанған қала. Самал желмен тербеген Сарыарқаны бүгінде атағы жерді жарған қала. Көзлеспес жылдамдықпен бой көтертіп, әлемнің ұлылары берген баға. Сән салтанат жарасқан ғимаратпен күн сайын бой көтерер үйлер жана. Арман болған қаланы жырға қосып, келіп отыр алдыңға сары бала. Екі апам не дер екен бұл сөзіме, сары бала деп еді жанағана, әгигәгім, әгигәгім. Алматыдан ауысты Астанамыз, бүгінде Сарыарқада бас қаламыз. Еңбек жолын Айтолқын ұстазым-ау, алдымен куратор боп бастағансыз. Сарыарқадан Алмадан көшкен бүгін, Астанадай құлпырсын бастаманыз. Таныстыру тарихы игісіңіз, мен мектепті бітіргенше тастаманыз, әгигәгім, әгигәгім. Әлі апай дегенде әлі апай, ақылы терең тұнық дария апай. Ұстаздық ерен еткен еңбегіңіз, бүгінде дас сорыңа жария апай. Үштігіміз соңынан шыққаннан соң, кезекті күттіңіз-ау Сарлы апай. Қызыңызды құтторынға қондырам деп, жасау іздеп жүрдейді Сабыл апай. Бағашылсын бәрінен сол маңызды, басқасының бәрі де табыладай. Бұйыртса немеремен жиендерді, отырарсыз айналып сағына апай, әгигәгім, әгигәгім. Астанаға теңеді Нұр-Сұлтандай жас бала, мұндай теңеу арман ғой, айналайын басқаға. Еліміздің жүрегі, арқадағы басқала, қуанамын қайда мен, көтерің-ау жақсай бастама. Мен сияқты соп-сұлу, әдемі ғой біздің Астана. Елбасын бар әлем таныған, Астана бәйтерек ақордам.
етегін алғасын, жырымды жырына жалғасын, ортамызда сарбалы көп күтіп ренжіп қалмасын. Айналдым балам сөзіңнен, сол күнге Алла жеткізсін. Өсіп сенде өсіп ер жетіп, тойдың қамы деп жүрсін. Жас тілегі қабыл боп, немере жиен кеп тұрсын. Әттең үлкен қыздарым, әйтпесе сенде дөп тұрсын. Сөзімді сіңлім жалғасам, шарықта ұшсын арман ән. Тәңірдің берген сыйы, тәуелсіздігім толғаған. Мәңгілік елге айналу, алаштың болған арманы. Сандар боп бүгін сөйлейді бабамның өткен жолдары. Тарихты білу бізге сын, өткенсіз сірә бүгін жоқ. Тәуелсіздігім танылды, ең таңдаулы ұғым боп. Бүгінгі ұрпақ бақытты, тынысы терең ашылған. Мен керіп жатқан қиналмай, неше бір тілді жасынан. Куәсі соның емес пе, осы отырған мектебі. Дәл осындай қамқорлық бұрын бізде көп еді. Тәуелсіздіктің арқасы осы күнге жеткенің. Менің де қызым бітірген Назарбаев мектебін. Астана болып тұрағы, Гумилевта жүрәні. Талай қазақ баласы кетті бүгін қырасып. Астанам бақыт ордасы, жастарға болған құт мекен. Елбасына мың тағзым, жастардың жолын нұрлы еткен. Елбасы менен Астана, мақтаныш болған еліме. Бірлік пен тірлік астасып, нұрланып жатыр жерімде. Тәуелсіз елдің ұл-қызы, жаңарып өсіп жайнаған. Қызықтырар мененді болашақ жайлы ойлары. Астана көкірегімнен өріл, Астана асқана басталым. Астана Дубайдай сен көрінесің, өлем боп көкірегімнен өрелесің. Бойыма рух беріп тұрғаннан соң аңғал ұтылмасым, жеңілмесім. Домалап қазағымның өрге тасы, думанмен дүрілдесіп аспан асты. Биіктеп бәйтеректей зәулімденіп, ассақтай бер елімнің астанасы. Жүрер жолы таусылмас ұзақ әлі, көкжиектен кетеді ұзап әрі. Ынтымағы жарасқан елі барда, қиындықтың қамалын бұзады әлі. Әгигәгім, әгигәгім. Осымен айтсымды ая тәмәмдаймын. Бітетін кезі келді жанармайдың. Ал енді қош бола тұр алаш жұрты, мен сіздерді ешқашан ұмытпаймын. Бірлігіміз жарасын әр қашанда, одан басқа жақсы сөз таба алмаймын. Айтыс деген биігі өнерлердің көзайымы атанған көрерменнің. Өрігімді аттым ғой мен аспанға, өйткені бүгінде мен егеменмін. Тағы да осындай тұстар көп болсыншы, оларды да тағат таппай мен күтемін.
үшін мақтаныш осындай айтыс өткені. Айналайын Нұрсұлтан, елім дейтін маман бол, ел басындай ардақты, ел сыйлайтын адам бол. Айналайын анашым, ақ жаулықты дарасың, елім дейтін ұрпақы, ақыл берер данам бол. Қошеметтен тынбаған, бәрімізді қолдаған, залда отырған көрермен осы менен. Залда отырған көрермен кездескенше аман болсын. Атаулы осы мектептің нарында әрбір ұлдызы, Нұрсұлтан балам екенсің, үйіңнің тұңғыш жұлдызы. Ұстаздарың мақтады, өзің жайлы сұрағам, атыңа затың сай болып жүре берші дінама. Атыңды сенің атана, ел басына ұқсатқан, айналдым балғын жүзіңнен, жан жағыңа нұр шашқан. Даналық ойдан дән іздеп, талпынған осы түріңнен, мақсатыңа жетерсің, қарулансың біліммен. Сен боп шықтың ай толқын, сұраса келе шежіре, апалық аппақ тілегім, айдатын мынау өзіңе. Басыңа енді бас қосып, жолып қайсың теңіне, айтыста тапқан апам деп тойыңа шақыр мені. Аяғында сұр болған мен, халел туған жерденмін. Мұрат пенен ғылмандар, жырын төккен елденмін. Айтыстың туын көтерген, Шалқарбайда жерлесім. Айтыстың боян болашаққа бет түзеген ұлы далам өрлесін. Рахмет, керемет айтысты тамашаларыңыздар. Үш жұпқа аямай хаттырақ қоса қошеметтеп қойыңыздар. Керемет тәуелсіздік ел Қазақстан Астана туралы тақырып берген, бәрін қамтып деп есептейміз. Елбасының жолдауы бар халыққа бастау бол. Бағытымыз белгілі, болашаққа бағдар жол. Мақсаты жас ұрпақтың осы бағытты ұстану ең маңызды құндылық. Бұл рухани жаңғыру. Mangga
Мектебіміздің Нәжер ансамблі, қошеметтеріңіз.
еліміздің әжелер ансамблінің керемет орындауындағы бұл өнерлеріне ду-ду шапалақтарымызды аямай құрмет көрермендер. Іс жасамас ел жасырын, Алланың қалауымен жер басуың. Ассалаумағалейкум ағайындар, аяқты сенің арқаң тең басуым. Шалқарбай амансың ба жанымдағы, сенің көп алып жүрген белдасуың. Бірақ та сескенбеймін мен ендеше, әңгіменің айтайын енді ашығын. Тойларың той боласын қадір ағайындар. Керек қой биіктерге енді асуым. Армысың алтын ұя мектебім ау, тегімен аталатын елбасының әгигәгім, әгигәгім. Ал енді бізге қалық таң қалсын ау, күтіп тұр біздерді де алдансын ау. Сен мұнда күйеу болып шықтың бөзе, бара-бара модыдан қалғансың ау. Халықта қошеметті соқпай отыр, біреулерге ішінде армансың ау. Айнұрды қалай осы қараттың сен, бір керемет өсірген шалдансың ау. Түріңмен сындырмасын белгілі ғой, тіліңменен сындырып алғансың ау. Әбигәгім, әбигәгім. Айтыс бар деп естідік қала жақтан, етті ғой сені біраз жаңа мақтан. Ендеше жүргізіп ем мен айтысты, болмасау болса да лайықты бала мақтан.
Шалқарбай Қызылқоға баласы ғой, Атырауға белгілі дарамақтан, күйеу болып қазы боп отырып ең. Өзіңді күйеумін деп санап отқан, бұл өзі ағайындар қандай күйеу, төрге шығып төбеңнен қарап отқан. Әгигәм, әгигәм, көңілге сұлу жырды қондырады, ағайын шабыт беріп қолдырады. Күйеу деген келгенге су қоюшы еді. Халық бұл күтіп отыр орнында әлі. Қайын жұртқа апырмай келіп алып, бұл Шалқарбай жасады зор кінәні. Содан соң күйеу мекен, күйеу емес пе, халықтың болып отыр мол күмәні. О заманда бұл заман қандай күйеу, құманмен шатыстырған домбыраны. Әгигәм, әгигәм. Балдар көрсем арланамын, көжегіндей болатсың сары даланың. Әйелімді қалай ғана қараттың деп, апырмау айтқаныңа таң қаламын. Шалқарбайда түрде бар, тілде бар ғой, дегендей сыртыңыздан аңғарамын. Әйелімнің көзімен қарағанда, әлемдегі әдем адам мен ғанамын. Басылмасын аман келді өрекпінің, өрекпін ұйтқып соққан желекпінің. Күйеу бала көрді отыр деп қоймайсың ғой, Шалқарға тиіп жатыр нелектілің. Айдарбек көрді маған өзі берді, көрсетіп өн бойының зеректігін. Мына бұл халықта Шалқарбайды қолдап отыр, сондықтан бүгін сенен бөлек құным. Құманды вообще маған көрсетпеді, танылғасын бойымнан зеректігім. Бұл деген пайғамбардың сүннетін құрмет қылған, мың жасасын деп тілеймін деректірің, мың жасасын деп тілеймін деректірің. Аман келді көрдің ғой айналайын, тиісуге болғандар себеп бүгін өзгелер. Басқалар бұл мектептен үйренсеген, күйеуді қалай сыйлау керектігін негізі тойдың сәні төбелес қой, қызыққа толағайын ерегес қой. Аман келді айтқанда шулайсыңдар ағайын, мыналарың жөн емес қой. Мен айтқанда қаттырақ қол соқпайды, Шалқарбай да бұл баладан кем емес қой. Неге маған төнеріп қарайсыңдар, киіз үйлеріңді құлатқан мен емес қой. Ей жалған басымызда көп тұрмайсың, қыранем қанатымды қақтырғайсың. Тырнадайын тырыйған түрің құрсын, сен неге асқазанды тоқ қылмайсың. Арық көрсем менің жаман жыным келеді, несібеңді басыңа бақ қылғайсың. Сені көрсем көп мысал еске түседі, көсіліп құлагерді шаптырғайсың. Әйелім бұл мектепте биолог еді, әзіл айтсам тыржиып жақтырмайсың. Әйелімнің лабораториясында ысқырет болуға сен таптырмайсың. Көңілің болды сонша неге бөтен, мен сенің сөздеріңді елеп өтем. Менен қандай арықтық көріп тұрсын, апырмай талғамыңыз бөлек екен. Керісінше семірдің деп көп айтады, осы сөзді өлеңге өрек етем. Айтқаныңда бірі де қате болды, бұл өзі
сөзі құрдан босқыр өлең екен. Үйленгесін шалқарбай байқап тұрмын, зіреннен кетейін деген екен. Мен сенің тіліңденді байлатамын, ел алдында мен сені сайратамын. Айдарбек деп қоймайсың қайта-қайта, көрермен қазір сені жайнатамын. Бұл өзі қандай күйеу болып тұрау, атын айта беретін қайнатаның. Әгегәң, әгегәң. Басың төмен құйрығың көтерулі, тепкілік болды сонша нетеріңді. Жұлдыздармен айтысып баспай қалдың, бұның бірақ болғанау өте орынды. Шекеңе тимейді екен қанша айтсам да, секең етердей не көрінді. Шалқарбай деген ағын жұлдыз осы сөздер емес, бірақ өте құнды. Айтысайын алатын бір орында, көлікке мін салады екі орынды. Әгегәң, әгегәң. Елбасының көштерден көші жақсы, алғасын мұғалімнің бесі жақсы. Семіздіп кекетесің мына мені, негізі ақылдының есі жақсы. Аман келді мен заман ақыл айтам, батырлардың білесің сесі жақсы. Мынандай болып жүрген жақсы емес пе, мынандай болып жүргеннің несі жақсы. Бар адам бүгін мұнда елеңдері, шығады деп өнердің шеберлері. Ата-ана, мұғалім мен шәкірттердің төгілді осы ортада өлеңдері. Керемет бір шара болып жатыр, орындалып ұстаздардың дегендері. Осынау шара үшін қол соғайық, бола берсін жақсылықтың кемелдері. Шын өз басым риза болып отырмын шын, өнерім обасынан көлемдеді. Ақын боп қияларға өрлей берсін, Назарбаев мектебінің өрендері. Қиқусыз құлагерде шаба алмайды, қыранда ұясына қона алмайды. Мың алғыс ата-аналар қауымына, қай келсе де балдарына алаңдайды. Мың алғыс ұстаздардың қауымына, мықты етіп шығаратын адамдайды. Мың алғыс шәкірттердің қауымына, сендердей залға ешкім тола алмайды. Мың алғыс осындағы ағайынға, жұлдызың қалай сенің жан алмайды. Жер жаһанның мектебін қоссаңдағы, Назарбаев мектебіндей бола алмайды. Біздің көңіл ордада жұбанғышап, сізді көрсек ағайын қуанғышап. Ардақты аталарды келді мұнда, көк аспанда қалықтаған қыран құсап. Директор, заводшылар осында отыр, қуанып жүрегімен жыранды сап. Шалқарбайдай күйеуде келді осында, құрылыста көтергіш кран құсап. Айтпақшы жюрилерде келді осында, шырғалар көгімізде ұран құсап. Аман келді қасыма қайдан келдің, Шалқарбаймен тастаған құнан құсап. Шалқарбай сөзіңденді елемескін, көзіңе елестейді ау көбелестім. Шеті соған барайын деп тұрмекен тойдың сәні, сен айттың төбелестің.
Шалқарбай мін тыстаған құнан дейді, енді түрін қарашы келемештің. Шалқарбай сен кішкені ойлансаңшы, мініп жүрген адамың мен емеспін. Әгигәгім, әгигәгім. Біз қырылсақ Шалқарбай жұрт күледі, айтамын біле алмаймын тіпті нені. Халықтың қалауымен айтыс жасап, ақындар талайларды бүктіреді. Осындай үлкен айтыс жасап жатыр, бәрі де қолпаштады, мықты деді. Назарбаев мектебінің жастары да әрқашан үлкен үміт күттіреді. Әгигәгім, әгигәгім. Мен сені тұрамын ғой тұсаптайын, мен негізі зияным жоқ кісәтпаймын. Арасында айтысып қаламыз ғой, біздер бір жаулар енді құсаптайын. Екеуміз осы менен доғарайық, жаныңа бару үшін үш аттайын. Шалқарбай өнердегі досымсың ғой, құшағым жеткенінше құшақтайын. Әгигәгім, әгигәгім. Ай қыздырып осы ортаның аламанын, өлеңнің өрелкесін жағаладым. 15 сәуірде өтіп жатқан құтты болсын осынау шараларың. Еңбектерің жемісті болсын дайым, мен үшін биік әркез бағаларың. Өнерменен сабақты қатар оқып, биікке шыға берсін балаларың. Аман келді арлан десе арлан шығар, Шалқарбай тарлан десе тарлан шығар. Алыстан 6 жасар бала келсе, ағайын аңқылдаумен алдыр. Осы менен айтысты аяқтайық, мейірімі ағайынның қанған шығар. Кел көріскенше аман бол, аман келді, біз әлі сырласатын таң бар шығар. Жаңа түсте келебек бұл мектепке, әлі де бұйыратын дәм бар шығар. Шұбатын көп ішпен бұл мектептің, шығатын кезі келіп қалған шығар. Осы сайысқа қатысқан 3 ата-анаға қазақтың қасиетті қара домбырасы ұсынылады екен. Оны тапсыратын белгілі әйгілі айтыскер ақын Шалқарбай Ізбасар. Сайыскерлерімізді түгелді шақырайық, сахна төріне сіздердің қошеметтеріңізбен. Айтыскер ақындарымызды шақырайық отан. Осы университеттің атынан осы 3 ата-анаға сый-сияпатымыз жаңағы алып келген арнайы қазақтың қасиетті қара домбырасын тапсыратын Шалқарбай Ізбасар. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, жиылған жамағат, тамаша шара болып жатыр, барлығы құтты болсын, жалғасын тапсын дейміз. Енді бүгін тамаша сөз сайысы айтыс болып көрдіңіздер. Енді қазір ол жөнінде біздің қазылар алқасы сараптай жатыр. Мен бірден сыйлыққа көшейін. Мынау енді өздеріңіз білесіздер, қазір кейбір өңірлерде қыздарымызды шешенің орнына көше, ұлдарымызды әкенің орнына кафе тәрбиелеген заманда осынау айтыстың төріне келіп балдар үшін осынау шара белсенділік танытқан, осында келген бұл айтысқа қатысқан 3 ата-анаға бір қол соғып қошеметтеп қою керек шығар. Шараның жоғары деңгейге өтуіне атсалысқан ата-ана ретінде келіп балдармен оқушылармен айтысып сөзін көркін қыздырған Сұлтанова Әсел Серікқызына қазақтың қасиетті қара домбырасын табыстауға
ілу тұрсын, әлі талай додаға қатысасыз, құтты болсын. Одан кейін айтысымыздың көркін қыздырған Хамидуллина Әлия Жұлдызбайқызына осы қазақтың қасиетті қырадамырын табыстауға сізге де рахмет, жан түреген шараға жиірек атсалысып тұрыңыз. Одан кейін осы бүгін қазылар алқасын барлығын таңдандырып, егер ата-анаға жүлде беру керек, ата-анаға жүлде беретін критерий болған кезде, бүгін тек оқушыларға жүлде беріп отырмыз, ата-анаға жүлдеге таласқа жатқан кезде сөзсіз бас жүлде кетуге шақ қалған тамаша айтысымен көрермен көркін қыздырған ұйқастары төрт аяғын тең басқан Қартабай Мақсұт Қырықбайұлына осы домбыраны табыстауға шақырдыңыздар. Қош келдіңіз, өнеріңіз өрістей берсін, табысты болыңыз. Бәрекелді рахмет, марапаттарыңыз құтты болсын. Ендеше 3-ші дәрежелі дипломмен марапаттау үшін осы сахнаға қазақ алқасының мүшесі Арысқалиев Ақылбек Аманбайұлымен және Нұрберген Мақым шақырылады. Мынау халқымыздың ағайын ақыны Хамид Ерғалиев ағамыз өнер деген күресте ұрыста да жүректігі жүктелген борыш қана, өнер саған өтініш арыз емес, қоя алмайсың шетіне бұрыштама деген. Міне нағыз жүректілікпенен, тектілікпенен осы өнер бәйгесіне қатысқан баршаңызға үлкен ризашылық білдіреміз. Әлі талай биіктерді бағындыра беріңіздер. 3-ші дәрежелі дипломменен марапатталады Ерсайын Нұрдәулет. Екінші орында иеленген жеңімпазымызды марапаттау үшін құрметті қонағымыз айтыскер ақын Шалқарбай Сайлаубайұлы шақырылады сахна төріне. Есберген Анел марапатталады, екінші орын. Үшінші, екінші орындарыңызға ұялы телефон беріліп жатыр. LG, Samsung. Бірінші орында иеленген жеңімпаздарымызды марапаттау үшін әйгілі ақын Әлия ханыммен және де Рашида апамызды тоғыл шапалақпен сахна төріне шақырамыз. Бас жүлде Төлеген Мирас. Мынау біздің жарық жұлдызымыз, біздің Фариза апамыздың шәкірті Әлия өз қолынан тапсырсын. Әлияның жолын берсін. Мықты болыңыздар, күшті болыңыздар. Еліңіз мықты бола берсін, алға қашасыздар. Бауырымыз бас жүлдат құтты болсын, жүлден шындығын сенің айсында ашқан Беймырза қарсыласыңда. Беймырзаға бір қошемет деп қояйық. Оны өнердің студенті. Бұл дайын ақын, облыстан жүлде алып, республика шыға жүрген ақын. Енді бір ғана өтініш, Айдарбек ағай бастаған осы ұжымға жұмыстарың жемісті болсын. Енді осы шара аяқсыз қалмаса екен деген бізден үлкен бір өтініш бар. Себебі сіздің бүгінгі айтысын көріп біз енді облыстың, оқушы мектептің, одан кейін осы облыстың намысын республикада қорғайтын болашақ жас ақындардың өсіп жатқан толық көзіме жетті. Осы ақындардың балдарын көрген өссін, жұмыстарыңыз алға жемісін бере берсін, жалғасын таба берсін ниеттен. Мың дәуірлерді рахмет. Көп рахмет. Біріншіден, шын мәнісінде бүгін бір керемет мереке болды, керемет той болды. Енді осы тойдың болғаннан болатыны қызық деп біздер енді осыны кішкене бастадық, дайындықты бастадық, балаларды мотивировать еттік, ынталандырдық. Енді балаларға арнайы ақындарымызды шақырып мастер-класс өткізгіздік. Өйткені бала үйрену керек қой. Сондықтан да біздер мектеп атынан алғыс хат әзірлеп қойдық, бағана әзілдеп жатыр ғой енді. Күйеуімізге берейік. Ал құрметті Шалқарбай Сайлаубайұлы, ұлттық сана сезімді қалыптастырудағы қазақтың көне суырып салма өнері ерекше рөл атқарады. Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің педагогикалық және оқушылар ұжымымен барша ата-аналар атынан мектеп қабырғасында алғашқы рет өткізіліп отырған айтыс өнерін ұйымдастыруда қосқан өлшеусіз үлесіңізге алғыс білдіреміз.
Айтыс қой қараңғына жарық қалған күйеу балада арман жоқ дипломды қайнатаның қолынан алып тұрған енді осы шарамызды өткізуге бізге Амангелдіміз өте үлкен көмек көрсетті. Бәріміздің осы қошеметтерімізді сұраймын. Амангелдіге де біздер шығармашылық анасы етіп, еңбекке толағай табыстар тілеп осындай алғыс. Мына Назарбаев зияткерлік мектебінің шәкірттері де, ұстаздары да үлгі көрсетіп отыр, өнеге көрсетіп отыр. Осы Наурыздың жалғасы деп отырмыз. Бәрі құтты болсын. Енді мен іскер әйелдердің төрайымы, сонымен осында бүгін шыққан балдарға, 2 балаға өзім таңдау етіп отырмын. Соларға өз атымнан кішкентай сыйлығым бар. Сосын сіздің кітапханаңызға сыйлығымыз бар. Жолдызбаева Алтынгүл. Және Жанабай Нұрсұлтан. Сыйлы, ол ішінде менің кітабым бар, геологическая служба Западного Казахстана және технодомның сертификаты 15 мыңға. Сонымен бірге осы зияткерлік мектепке мен бірнеше кітап алып келіп отырмын. Мынау алғашқы кітаптар тағы алып келемін. Соның ішінде біздің менің ұстазым, осы елге танымал геолог, Қызылоғадан шыққан Талмыш Нұрышұлы Жұмағалиев өте жақсы сөздік жазды. Сөздікті бергім келеді, және өзімнің 2 кітабымды, сосын тағы да болады.